Орталық барлау агенттігінің екінші бөлімі CIA ЦРУ мін көріп тұрсыздар. Бұның екінші бөлімі біз мұнда келдік. People, Қазақстан адамдар дейді. Қазақстан population халық саны 2004 бойынша 15 миллион екен. Age structure жастары қалай бөлінеді? Male, ер адамдар 0-ден 14 жас арасы 24%-ды құрайды екен. Ер балалар, ұлдар 1.800.000, ал female қыздар болса, қыз балалар 1.800.000 бұлда. 15 пен 64 жас аралығы 68%-ды құрайды екен. Male 5 миллион, female әйелдер болса 5.200.000-ді құрайды екен. 65-тен асқандар ол 7.6%-ды құрайды екен. Male 400.000, ер адамдар 400.000, әйел адамдар 700.000, 750.000 дегенде жалпы есептегенде. 2004 жылғы мәлімет екен. Maiden age, үйленетін жас екен. Әдетте жалпы алғанда 28%, ерлер 28 жас, ерлер 26 жас, әйелдер 30 жас екен. Енді population growth rate. Population growth rate деген халық санының өсу деңгейі, өсу рейтингі 0.26% екен. Birth rate туылуы 15 births per 1000 population. 1000 адамнан 15 адам туылады екен. Жалпы примерно есептегенде. Ал death rate өлім болса 1000 адамнан 9 адам өледі екен. Net migration rate мигратталу рейтингі 1000 адамнан -3 адам екен. Сонда 3000 адамнан 1 адам деп айтамыз ба, қалай айтамыз? Sex ratio балдардың жаңағы несі? Мужской, женский род деген сияқты, Так, at birth туылғанда бір male females under 15 years, one male females, так, 15-64 years, 05 male females, не ғой енді бұл? Пайыздық өлшемі сияқты. Мысалға, бір бала көп деген сияқты, туылғандарда, 15 жасарларда да осындай, примерно бәрі бірдей. Infant mortality rate, кішкентай балалардың өлу рейтингі 1000 адамнан, кішкентай балалардан младенец туылғандар, солар 1000 туылғанда 30-ы өледі екен. Олардың ішінде 25-і 1000 қыз туылған кезде 25 өледі екен, 1000 бала туылғанда 35 өледі екен. Life expectancy at birth туылған кезден бастап жаңағы өмір сүру несі шамамен 66 жаста өледі екен, адамның жаңағы өмір сүру ұзақтығы 66 жас екен. Male, ерлер 60 жас, әйелдер 71 жасқа дейін өседі екен. Бұл 2004 жылғы жаңағы статистикалық мәлімет. Total fertility rate, туылу деңгейі дейді. 1.9, 2 балама, children born women дейді. Так, бір әйел, 2 баладан туады екен, примерно есептегенде. Үлкендердің жаңағы спидпен ауруы 0.10-нан 1% екен. 2001 жылғы мәлімет екен бұл. Living with AIDS, жалпы өмір сүріп жатқан адамдарды айтатын болсақ, спидпен ол 6000 адам екен. 2001 жылы, 20 жыл бұрын 6000 адам Қазақстанда болған екен. 90 жылдары уже, қарап тұрсақ 2000 басы ғой. AIDS deaths, спидтен қайтыс болған 2003 жылғы мәліметтен 200-ден сәл аз екен. Nationality, халқы Қазақстани дейді. Қазақстани дейді екен. Зат есінде, adjective сын есінде де Казахстани. Казах демейді екен бұлар,
Ethnic groups, этникалық группалар. Қазақ депті міне 53%, Russian 30%, украиндер 4%, өзбектер 3%, немістер 2-де 4%, ұйғырлар 1,5%, қалғандары жалпы жинаған кезде 6,6% құрайды екен. 99 жылғы санақтан екен мәлімет. Religion, діні, мұсылман 47%, Russian Orthodox, орыстың орысша дін деген енді жалпы, славян 44%, протестанты 2%, қалғандар 7%. Language, тілі, қазақ, state language, мемлекеттік тіл 64%. Russian official used in every business, designated the language of inter-ethical communication. Ағылшын тілі официальный дейді, барлық бизнесте қолданылады, және де барлық этникалық топтардың ішінде қарым-қатынас сөйлесу тілі екен дейді. 95%-ді құрапты. 2001 жылғы мәлімет. Орыс тілі қарап тұрсаңыз 95% қолданады, қазақ тілі 64% қолданады. Literacy, білім деңгейі, definition, age 15 and over can read and write. Білім деңгейі бұл жерде түсіндіргені 15 жастан жоғарылар оқи алады және жаза алады. Жалпы халықтан 98,4% екен. Ер адамдар 94%, ал әйел адамдар 99, әйел адамдар 97% екен. 99 жылғы мәлімет бойынша. Енді government, мемлекет, правительство, үкіметі. Енді country name, мемлекеттің аты, Republic of Kazakhstan, ұзаққа қысқасы Қазақстан. Local, long form, қысқа, жергілікті ұзақ түрде Қазақстан Республикасы дейді. Former, бұрынғы Қазақ Совет Socialist Republic, бұрынғы Қазақ Совет Социалистік Республикасы екен. Қазақстан Республикасы деп прям жазып қойған міне. Жергілікті тілде де айтылады екен. Local short form, қысқа айтылатын түрі қазақша дейді. Қазақстан дейсі болар еді, білмепті. Government type, правительство түрі, Republic, республика, authoritarian presidential rule, авторитарлық президенттік басқару, with a little power outside the executive branch. Сыртқы президенттен бөлек, исполнительный, атқарушы нелерде, бөлімдерде өте аз власть бар дейді, билік бар. Capital, астанасы, Астана. Note, the government moved from Almaty to Astana in December 1998. Есте сақтаңыз, үкімет Алматыдан Астанаға желтоқсанның 98 жылы көшкен деп жазып қойды ол мәліметінде. Administrative divisions, административтік бөлімдері дейді. 14 provinces, 14 провинция and 3 cities, 3 қала дейді. Қала, singular қаласы, қала, жекеше қаласы деп бәрін жазып қойды. Облыстар, singular облыс деп жазып қойды. Provinces дегенде олар. Барлығын түгел жазыпты. Administrative division have the same names as the administrative centers. Административтік бөлімдер, центрлерде административтік. Exceptions have the administrative center name filling in parentheses. Ал жақшадағылардың административный орталықтары басқа деп толық мәлімет берген міне Қазақстан туралы CIA ЦРУ-дің мәліметі бойынша ЦРУ-ның сайтында. Independence, тәуелсіздігін алған Soviet Union'нан дейді, Совет үкіметінен 16 December 1991, 16 желтоқсан 91 жылы алған дейді. National Holiday, Independence Day, тәуелсіздік күні, ол да 16 желтоқсан 91 жыл. Constitution adopted by National Referendum 30 August 1995. 1995 жылы 30 август тамыз айында ұлттық референдумда қабылданыпты деп жазыпты мына жерде. First post-independence constitution was adopted January 28, 1993. Ал алғашқы тәуелсіздігінен кейін алған конституциясы ол 28 қаңтар 93 жылы дейді. Legal systems, заң системасы, ол based on civil law system, гражданский законодательный система дейді. Жалпы
азаматтық заңдық система, иә. Suffrage, үйленуге болатын жас 18 жас, universal, әлемдік дейді. Executive branch, исполнительный, атқарушы, chief of state, президенттің басы, жаңағы мемлекеттің басы, президент. Назарбаев, chairman of the Supreme Soviet from the 1990, Supreme Soviet'тің, жоғарғы советтің chairman дегеніміз несі, не деді, совет басшысы жалпы, иә, 90-шы жылдан бері дейді. Одан кейін head of government, үкіметтің басы, премьер-министр Даниэл Ахметов, барлығын былай жазған. Келесі legislative branch. Legislative дегеніміз законодательный, заң беруші, айтқан ол туралы да сенат 39 адам депті бұл кезде. Бұл 2000 қай жылғы мәлімет, 2009 жылғы мәлімет болу керек. Одан соң мәжіліс 77 адам деген сияқты. Келесі judicial branch. Judicial дегеніміз не? Заң юристік несі, Supreme Court 44 адам, жоғарғы сотта 44 адам, конституциялық консул 7 адам дейді. Political parties and leaders, политикалық партиясы мен лидерлері, былай айтқан партияларда, political pressure groups and leaders, политикалық жаңағы давление берілетін группалар және лидерлерді айтыпты. Мына жерде бізде кім білген? Нинель, Тамара, Сергей, кім? Евгений, Ирина, Доскөшім, Сергей Златников дегендер бар екен. Келесі International Organization Participation, шетелдік халықаралық организациялардың қатысуы бойынша. Мынау Diplomatic Representation in the US, дипломаттық ақштың несі делегаты, Diplomatic Representation from the US, ал ақштан Қазақстанға беретін дипломатикалық жаңағы посолы, таныстырушысы, мынау сол туралы мәлімет. Flag description, тудың түсіндірмесі дейді. Sky blue background representing the endless sky and a gold sun with 32 rays soaring above, a golden steep eagle in the center. Дәл мәліметтерді біледі екен, мен білмейтін. Мысал үшін 32 сәулесі бар екен. Күннің 32 сәулесі бар дейді. Толық біз түсіндіретін сол, бірақ қосымша мәлімет 32 сәулесі бар екен күнде. On the hoist side is a national ornament in gold. Бір шетінде жаңағы ұлттық орнамент алтын тәріздесі. Экономикасы, overview, жалпы көрініс, жалпы түсіндірме. Оларды алатын болсақ, GDP, ВВП, жалпы ішкі өнім, purchasing power, parity, ол жалпы ішкі өнім 105 миллиард доллар 2003 жылы, қазір жобамен 2022 жылы қазір 190 миллиард доллар Қазақстанның ВВП-сы, жалпы ішкі өнімі. Kazakhstan, the largest of the former Soviet Republic in territory, excluding Russia, possesses enormous fossil fuel reserves as well as plentiful supplies of other minerals and metals. Қазақстан Ресейді қоспағанда Советтің бұрынғы мемлекеттердің ішінде ең үлкені, қазба байлықтары өте үлкен, өте көп, және де өте көп минералдар мен металдары бар дейді. It also is a large agricultural, livestock and grain producer. Және бұл өте үлкен ауыл шаруашылық, егін және мал жаңағы өнім беруші дейді. Kazakhstan's industrial sector rests on the extraction and processing of these natural resources and also on a growing machine building sector specialized in construction equipment, tractor, agriculture machinery and some defense items дейді. Енді жалпы көптеген мәліметтерді берген Қазақстанда. Бізде енді уақытта болып қалды, жылдан не бар екен көріп кетейік. Жұмыс күші, қанша ақшасы бар, қанша пайда береді, бюджеті, бәрін айтқан. Ол мемлекеттің қарызын, адамдардың қарызын, телекоммуникация кімде не бар, транспортировка бойынша, military, жаңағы армия несі, transnational issues, халықаралық проблемалары, disputes internationally,
халықаралық не